Қараңыздар, пирог пісіргендегі айрым техникаларды біліп алсаңыз, сізге пирог пісіру аңсатылау болады. Ең біріншісі маекпенен құмшекерді жақсылап көпіртіру деп айтуым мүмкін, бірақ ең маңыздысы ол емес. Сізге аңсатылау қылып түсіндіремін. Затларды үшке бөлу техникасында таярлап аламыз. Ең бірінші маекпенен құмшекер араластырылады. Одан кейін болса сұйық, қою көріністегі затлар, яғни сұйық май, қатық, қаймақ, апельсинді, қабақлы пюрелер сияқты. Одан кейін құрғақ ингредиенттер салынады. Ұн, разрыхитель, какао, ванилин, сода. Печка градусына келсек, асты-үстін теңдей жағып, алдын ала қыздырылған пеште печкаңыздың қызу дәрежесіне қарап 140 градустан 180 градусқа шекем қоюыңызға болады. Массаны духовкеге салғаннан кейін 20 минутқа шекем қақпағын ашпауыңыз керек. Және бір нәрсені айтамын, халқымыз арасында кеңінен тарқалған оду печкасының қақпағы ашық тұрады. Оның қақпағын жақсылап бекітіп, 140 градустан да төменірекке қою керек. Менің білгелерім осылар еді. Подписка болуды ұмытпаң.